Ертеде әлі таулар сөйлеп, жел сыр шертетін заманда Көкшетау деген алып тау өмір сүріпті. Ол биік болса да жүрегі жұмсақ, адамдарды қатты жақсы көрген екен. Тау етегінде бір кедей ауыл болыпты. Ауыл адамдары бір-біріне көмектесіп, табиғатты құрметтеп өмір сүрген екен. Бір жылы қатты құрғақшылық болып, өзендер тартылып, егін шықпай қалады. Ауыл халқы қиналып, күн сайын тауға қарап тілек тілейді екен. Көкшетау олардың мұңын естіп, жүрегі ауырады. Бірақ тауларға өздігінен қозғалу немесе су жіберу тыйым салынған екен. Сонда Көкшетау түнде жылапты. Оның көз жасынан мөлдір тамшылар жерге тамып, біртіндеп үлкен көлге айналады. Таңертең адамдар бұрын соңды көрмеген әсем көгілдір көлді көреді. Су ішсе жан сергітеді, жер суарса егін қаулап өседі. Ауыл адамдары солай аман қалыпты. Ал көл Бурабай деп аталыпты. Себебі таудың мейірімінен туған екен. Содан бері халық табиғатты сыйласаң, ол да сені қорғайды деп айтады.